Сәлем достар. Бүгін бізде қызықты видео. Үш мысық мультигінің қызықты теорияларын қарастыратын боламыз. Ол мультфильм сіздерге қызықты болып көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде көптеген құпияларды жасыратын сияқты. Бірінші теория: мысықтар бір-бірін жейді ма? Осы теория қайдан туды? Мысалға, басты рөлдегі отбасын алайық. Неліктен мысықтардың аты тамақтармен байланысты? Үш марғаудың аттары Қуыры, Карамелька, Компот. Кім өз балаларына сондай есімдер қояды? Олардан басқа да мысықтардың аты тағамдармен сәйкес. Мысалға, Изюм, Горчица, Моти, Кексағай, Бублик, Корица. Сондай-ақ кейбір серияларда біз көреміз мысықтардың ет жеп жатқандарын. Олар етті қайдан табады? Мультикте мысалға мысықтардан басқа ешкім жоқ. Тек қана мысықтар бар. Ешқандай жануарды біз көрмейміз. Фермалар да жоқ, зоопарктар да жоқ. Мүмкін мысықтар бір-бірін жейтін шығар. Бір-біріне тағамға сәйкес есімдер қоюда осыған байланысты шығар. Бұл өте қызықты сұрақ. Екінші теория: Компот өз отбасының баласы емес. Бұл теория бойынша Компот шын мәнінде Кексағайдың ұлы екен. Неліктен дейсіз бе? Бұған бірнеше себеп бар. Мысалға, Компот өз отбасындағы мысықтарға мүлде ұқсамайды. Ол өте ақылды, ал Коржик пен Карамелька жоқ. Өмірге дегенде көзқарастары басқандай. Дене бітімі де әртүрлі. Бірақ неліктен Кексағай Компотты өз бауырына тастады? Себебі Кексағайда өз баласын қарайтын әйелі жоқ. Ол жалғыз. Одан да басқа оның жұмысы бала қарауға мүмкіндік бермейді. Себебі ол актер, әрдайым жұмысымен жүреді. Бірақ балаларға ешкім шындықты айтпайды. Үшінші теория: мысықтар тұратын елде тек қана өз пародандағы мысыққа үйленуге болады. Неге бүкіл отбасыларда мама мен папа бір парода? Басты рөлдегі отбасыда да солай, Сажиктің ата-анасы да сондай, және басқа да отбасыларда дәл осындай жағдай. Неліктен солай? Бәлкім мысықтар тұратын елде заң сондай шығар. Ал егер ол заңды бұзса, басқандай пародадағы мысыққа үйленсе не болады екен? Оны біз білмейміз. Төртінші теория: неге бізге тек қана бір ата мен бір апаны көрсетеді? Екінші ата мен екінші апа тірі емес па не? Әр балада екі апа мен екі атасы болу керек. Себебі балалардың ата-анасында өз ата-аналары бар. Бірақ үш мысық мультигінде бізге марғаулардың тек бір апасы мен бір атасын көрсетеді. Ал екіншілері қайда? Олар тірі ма? Мүмкін ажырасқан ба? Әлде сан бұзып түрмеде отыр ма? Біз ешқашан оны анықтамайтын сияқтымыз. Бүгінгі теориялар осы. Ол теорияларға сенесіз бе, сенбейсіз бе, тек сіздің таңдауыңыз. Ең бастысы, мультфильмді қарағанда қуанышпен қарасаңыз болды. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуіңізді сұраймын. Осымен бітті. Сау болыңыздар.